Кеше біраз қыз-келіншектер осы пирожкидің рецептін сұраған екен, сіздермен де бөлісейін деп шештім. Ыдысымызға жылы су, жылы сүт, қант, тұз, ертілген сары май, ұн және дрожжымызды салып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін бетіне кішкене шамалы ғана сұйық майды жағып, 1 сағатқа алып қоямыз. Енді ішіне салмасын дайындайтын боламыз. Менде картошка болды, жақсылап езіп аласыздар да, дайын болған қамырымызды бөліктерге бөліп аламыз. Менде 20 бөлік шыққан болатын, барлығын домалақ етіп жасап алып, бетін жауып, беті көтерілгенше қойып қоямыз. Дайын болған қамырларымызды қолдың көмегімен жайып, ішіне салмасын салып, дәл видеодағыдай етіп түйеміз. Пирожкилерімізді ыдысымызға орналастырып, бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, қызып тұрған әсел пеште 180 градуста 20 минутта пісіріп аламыз. Өте керемет, нәзік болып шығады. Жасап көріңіздер, бір жасағаннан ақ шығады ғой. Егер де сіздерге менің рецептім ұнаған болса, парақшама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Көп балалы мамашаларға да жіберіп қойыңыздар. Сіздермен бірге болған мен, Ғалия.